Мен Шарипкулова Камшат Аманжолқызы, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Құлжабай Қасымов атындағы номер 28 IT мектеп лицейінде қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімі, педагог шебер, педагогика ғылымдарының магистрі. Өз тәжірибемде қазақ тілі мен әдебиетті оқытудың ерекшелігіне сай тәжірибемде зерттеумен айналысамын. Яғни сабақты зерттеу және іс-әрекетті зерттеу жүргізу арқылы қазақ тілі пәнінің келелі тұстарын қазіргі оқыту проблемаларына сай анықтап, зерттеу жүргізудемін. Балалардың метатанымдық дағдыларды олардың пәнді түсіну деңгейімен тығыз байланысты екенін барлығымыз білеміз. Сол себепті өз зерттеулерімде тілді меңгеру деңгейін, қазақ тілінің лексикалық, грамматикалық құрылымдарын дұрыс пайдалануға жағдай жасаймын. Өзімнің зерттеу сабақтарымдағы ғылыми дәлелдемелерін Астана қаласында педагогикалық шеберлік орталығына жіберіп, зерттеу жұмыстарым метатанымдық дағдыларды дамыту жолдары атты авторлық құралда жарық көрді. Сонымен қатар қазақ әдебиетін оқытуда қандай тақырып болмасын, оны Абайдың даналық философиясымен байланыстырып өтуге тырысамын. Осы орайда жарық көрген еңбектерім абайтану оқулығының авторы болуына ықпал етті. Авторлар құрамына еніп, мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулық атты көмек құралы да шықты. Абайтану оқулығы мен нұсқаулығы Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің сараптамасынан өтіп, 2022-2023 оқу жылына пайдалануға жарамды оқу әдістемелік кешеннің тізіміне енгізілді. Жас ұрпаққа саналы білім, саналы тәрбие беруде атқарар жұмыс ауқымы өте көп, ал алда тұрған міндеттер одан да көп. Сол себепті еңселі еңбегімізді одан әрі жалғастыра беретінімізге сенімім мол. Педагог шебер ретінде мен әр сабағым маған міндеттерді жүктейтінін түсінемін. Сол себептен оқушылардың бойына ұлтжандылықты, патриоттық сезімдерді ұялатуда тиімді әдіс-тәсілдерді өз тәжірибемнен өткізіп, үнемі қала, облыс, республика көлемінде іс-тәжірибе таратудамын. Оқытудың жаңа әдістерін сабақ түріне, оқушының жас ерекшелігіне сай таңдай отыра, оқушыларымның білімін арттырудамын. Қорытындылай келе, Абай атамның өлеңімен аяқтағым келеді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға.